Армысыз, қадірменді YouTube көрермен. Сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгін сіздерге жаңадан пайда болып жатқан метапневмовирус жайлы біраз ақпараттарды дайындап, соған таныстырмақшымыз. Метапневмовирус деген ол қандай вирус? Ол алдымен тыныс алу жолдарын зақымдайтын вирус болып табылады. Көбінесе балалар, қарт адамдар және иммунитеті төмен адамдарда жиі кездеседі. Метапневмовирустың негізгі симптомдары мыналарды қамтиды. Біріншіден, оның жеңіл симптомдары белгілі болады. Біріншісі, мұрынның бітелуі немесе мұрыннан су ағу, жөтел, құрғақ немесе қақырықты, тамақтың ауруы, дене қызуының аздап көтерілуі, бас ауруы, әлсіздік және шаршау. Ал ауыр жағдайдағы симптомдары жоғары дене қызуы, қатты дене қызуының көтерілуі, қатты жөтел, дыбыс қарлығып, тыныс алудың қиындауы, тыныстың жиілеуі немесе ентігу, кеуде аймағында ауырсыну, бронхиолит немесе пневмонияның дамуы болып табылады. Көптеген жағдайда, әсіресе ересектерде бұл вирус жеңіл өтеді және симптомдар 1-2 апта ішінде өздігінен жойылады. Алайда, ол балаларда және иммундық жүйесі әлсіз адамдарда ауыр асқынулар тудыруы мүмкін. Соның ішінде бронхиолит, пневмония, созылмалы өкпе ауруларының асқынуы. Егер балада немесе ересек адамда тыныс алуда қиындықтар, еріннің көгеруі немесе қатты дене қызуы байқалса, дәрігерге шұғыл түрде қаралу қажет. Пневмовирусты қалай емдеуге болады? Пневмовирусқа қарсы, арнайы вирусқа қарсы препараттар ойлап табылмаған. Емдеу симптоматикалық болып табылады және мыналарды қамтиды. Алдымен дене қызуын түсіретін дәрілер, мысалы парацетамол немесе ибупрофенді ішу, сұйықтықты молынан ішу, тыныс алу жолдарын ылғалдандыру, ингаляция жасау, дем алу және денені тынықтыру, сондай-ақ ауыз қуысын үнемі шайқап тұру. Алдын алу шаралары ретінде қолды жиі жуу керек, науқас адамдармен байланысқа түспеу керек және иммунитетті нығайтудың жолдарын қарастыру керек. Тағы да бір ескерте кететін жайт, адамдар көп жиналатын орынға баруды азайтқан өте дұрыс. Бұл пневмовирус қалай пайда болды? 2001 жылы алғаш рет Нидерландыда осы пневмовирус туралы алғашқы деректер ашылды. Ғалымдар оны 1950 жылдардан бері адамдар арасында таралғанын және тыныс алу жолдарының инфекцияларын тудырғанын анықтап білген. Вирустың пайда болуы мен шығу тегін туралы біраз ақпаратты ұсынбақшымыз. Тыңдаңыздар. Вирус филогенезі қалай пайда болды? Метапневмовирус парамиксовирустар тұқымдасына жатады және тыныс алу жолдарын зақымдайтын басқа вирустармен, мысалы респираторлық синцитиалды вируспен тығыз байланысты. Пневмовирустың шығу тегі жануарларға тән парамиксовирустармен ортақ болуы мүмкін. Оның эволюциясы қалай дамыды? Зерттеулерге сәйкес, пневмовирус миллиондаған жыл бұрын пайда болып, адамдар арасында таралуға бейімделген. Вирус алғашында жануарларда, әсіресе құстарда болуы мүмкін, кейіннен адам ағзасында өмір сүруге бейімделіп кеткен. Пневмовирус ауа тамшы жолдары арқылы жөтелу, түш көру немесе жұқтырылған заттарды ұстау арқылы таралады. Ол маусымдық сипатқа ие және көбінесе қыс пен ерте көктем мезгілдерінде белсенді болады. Алғаш бұл пневмовирус 2001 жылы ашылғанға дейін диагноз қойылмаған, себебі оны анықтайтын нақты зерттеу әдістері табылмаған еді. Ғалымдар бұл вирустың респираторлық синцитиалды вирусқа ұқсас екенін, бірақ оның басқа түр екенін анықтаған. Қазіргі уақытта метапневмовирус әлемнің барлық аймақтарында кездеседі және тыныс алу жолдарының инфекцияларының жиі себептерінің бірі болып табылады. Әсіресе балалар мен егде жастағы адамдар арасында өте кеңінен таралған және осы кісілерге өте қауіпті болып саналады. Себебі балалар мен егде адамдардың иммунитеттерінде әлсіздік байқалады.